Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін 35-ші атауды талқылайтын боламыз. Бізде бірінші есептеу 8-3 литийдің бір бета ыдырауымен және бір альфа ыдырауынан кейін қандай элемент түзілді дейді. Яғни 8-3 литий бета ыдырауға ұшырады. Яғни А, мына жақта Z бір X элемент. Ол бета ыдырау дегеніміз біз электрон бөліп шығады. Сонда бізде А деп отқанымыз осы жерден біз ол 8 азайтылған 0, яғни 8 болады. Ал Z деп отқанымыз ол 3 азайтылған -1, соның нәтижесінде плюс болып кетеді, ол 4-ке тең болады екен. Сонда бізде 8-де 4 X элементі түзілді. Ол альфа ыдырауына ұшырайды, яғни альфа ыдырауына ұшыраған кезде бізде гелий бөлініп шығатынын білесіздер, яғни А, Z және X деп жазамыз. Қосамыз 4-те 2 гелий атомы. Яғни осы жерден біздің А-мыз тең болады 8-ден 4-ті аламыз, ол 4-ке тең. Z-іміз ол тең болады 4-тен аламыз 2-ні. Сонда ол 2-ке тең. Сонда бізде гелий атомы пайда болады екен. Жақсы, екінші есебіміз 211-83 висмут элемент берілген. Ядросы басқа ядроның тізбектей альфа және бета ыдырауларынан кейін пайда болған, ол қандай ядро дейді. Яғни бізге 211-83 висмут альфа ыдырауын қосылады, яғни альфа ыдырауы бізде 4-те 2 гелий атомы и қосады 0-ді электронды. Соның нәтижесінде қандай элемент пайда болды, яғни А, Z және X. Яғни біз мына теңдігіміз, мына жақта 10 жақта тең, сол жақта теңдікке тең болу керек. Яғни 211-ді қосамыз 4-ке, қосамыз 0-ге, яғни ол 215. Ол бізде А екен. Z-іміз бізде 83 қосылған 2, қосылған -1, таңбасы -1 болып қалады. Сонда бізде тең болады 84-ке. Яғни біздің Z-іміз 84-ке тең екен. Ол 215-ті 84 дегеніміз ол полиний деген элемент екен. Жақсы, осымен біздің есеп шығарымыз аяқталды.